student. How are you today? Page is 79. Reading. This page is about reading the remotest inhabited island on earth. Сәлем құрметті оқушы, бұл жерде біз арал жайлы әңгіме қозғайтын боламыз, және де мәтін бар. Сол мәтінді аударамыз, одан кейін осыған байланысты жаттығуларды жасаймыз. Мәтінді әдеттегідей мен аударып қойдым. Бұны скриншотқа түсіріп алыңдар. Осыны оқи отырып, қалған жаттығуларды жасайтын боламыз. Бірінші тапсырмада фотоға қара дейді. Не ойлайсың дейді, сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жер қайда орналасқан, және де бұл арнайы жер дейді. Бұл арнайы жер қандай өзінің ерекшелігі бар дейді бұл жердің. Жауап бердім. Менің ойымша бұл Африка, бұл океанның ортасында, теңіздің ортасында орналасқан арал дедім бірінші сұрақта. Екінші сұрақта бұның не ерекшелігі бар? Бұл обитаемый остров. Обитаемый остров деп ойлаймын. Адамдар тұратын остров. Сол бұның ерекшелігі. Келесі екінші тапсырма, оны мәтінді оқы және де сәйкестендір деп тұр, оны жасаған жоқпын. Үшінші тапсырмада толтыр дейді. Мағлұматтармен толтыр дейді. Бұл мағлұматтар біздің текстімізде бар. Оны жазып қойдым мен. Төртінші тапсырмада тоже тексттан теріп жаз дейді. Бұны да жазып қойдым, теріп жазып. Бесінші тапсырмада бұл жерде не дейді? Екеуінің ұқсастығы. Жаңағы Mangrove Jungle мен осы Island, Inhabited Island'тың айырмашылығы не, ұқсастықтары не дейді? Ұқсастықтары бұл жерде екеуі де арал, кішкентай немелері, аздаған шағын тұрғындары бар. Басқа елдерден өте алыс, телевизор жоқ, машина жоқ, стресс жоқ, ал адамдарда тамақтары балық деп ойлаймын деп жаздым. Ал немесі айырмашылықтары, Тристанда вулкан бар, ал Балида жаңағы Mangrove Jungle Балида су көрінген жер, барлық жер судан тұрады. Тристан ол бір қала, Тристан, және де онда интернет бар, ақша бар, ағылшын тілі. Ал Балида ақша жоқ, тілдері Индия тілі деп ойлаймын. Айырмашылық осы. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.